Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Рогалика жасадым. Менің рецептімен сіздер де жасап көріңіздер. Әрі дәмді, әрі печенье сияқты болып шықты. Ол үшін бізге 10 қасықтың ұшымен тұз, қопсытқыш қажет болады. 1 стакан қант салдым. Бөлме температурасында тұрған сармай 150 немесе 180 грамм саласыздар. Араластырып аламыз. Араластырып 2 ас қасық қаймақ салатын боламын. Менде осындай қаймақ 20%-тік 1 жұмыртқа салдым. Жақсылап араластырып қолымызбен әбден біріккенше мыжғылайтын боламыз. Жақсылап біріктіріп алыңыздар. Сармай өзі ериді. Осындай етіп бірікті. Пакетке салып, холодильникке 10 немесе 15 минутқа қалдырып қоясыздар. Қамырымыз сәл жабысқақ болғандықтан ұн сеуіп отырыңыздар әр жайған сайын. Осындай етіп мен жайып алдым. Тым жұқа әрі қалың емес етіп жайып алыңыздар. Шетін домалақ етіп кесіп алдым. Қалың болып қалған жерлерін тағы да жайып алдым. Үшбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Үлкен емес, әрі кіші емес болып шығады. Менде варенье сгущенка, соны пайдаландым. Сіздер шоколад немесе варенье кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Менде осы жерде оралған жері сіздерге көрсетейін десем түспей қалыпты. Оралу жолы өте оңай. Шетін бірақ басыңқыраңыздар, әйтпесе варенье сгущенкаңыз шетінен ағып кетеді. Оралу жолы міне өте оңай оралады. Духовкаға салып 200 немесе 180 градуста 45 минутта 30 минутта пешкіңізге қарай пісіріп алатын боласыз. Жұмыртқа жағамыз бетіне. Біздің рогаликіміз пісіп, міне өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Үстіне қант сепсеңіздер де болады. Ас болсын, рахмет.